Армысыздар, интернет желісінде оқырмандар, сіздермен бірге мен дәрігер Бекзат Бадулетқызы. Алдыңғы постымда мен сіздерге бүйректе суық болғанда қандай ауру белгілері болатын айтқан болатын. Ал осы постта соның емдеу жолдарын көрсете кетейін. Ең әуелі, бүйректе суық болған жағдайда шөп дәрі ішу ең абзал. Ет сұңғыла деген шөп дәрі болады. Осы шөп дәріні ішіп тұрсаңыздар, бүйректегі суықты шығаруға жақсы көмектеседі. Және де ермен шөбін қайнатып, күніне 15-20 минут аяғымызды малуымыз керек. Және де бірнеше нүктелерді және бір әдісті көрсете кетейін. Бірінші әдісіміз бұл қолды жұдырықтап ұстау. Ол бас бармағымызды 4-ші саусақтың түбіне әкеліп, қолымызды былай қысып ұстаймыз. Екі қолымызды тең осылай ұстаймыз. Яғни қолыңызда бір зат ұстаған сияқты ұстап тұрасыз. Осылайша әдет қалыптастырсаңыздар болады. Яғни тума сәбидер бала туған кезде осылай шығады. Біраз уақыт кейін осылай жүреді. Адамның бұл бүйректің қуатын арттыратын өте қарапайым әдіс. Түнде ұйықтап жатқанда жүріп жүргенде кәдімгідей осылай ұстап жүрсеңіздер болады. Бүйрегіңіздің суығы ол бір күн, екі күнде пайда болмайды. Сол себепті бұндай әдістерді де сіз ұзақ уақыт жалғастыруыңыз керек. Және де мынандай 3 түрлі маңызды нүкте бар. Осы 3 түрлі нүктені күніне 3-5 минут басып уқалап жүресіз. Онда 15 күн бір курстан уқалайтын боласыз. Егерде кеңесім ұнаса, міндетті түрде лайк басып, коммент жазып және де бөлісуді ұмытпаңыздар. Қане менімен бірге нүктелерін үйреніңіздер. Бүйрек нүктесі екінші бел омыртқаның екі жанына қарай екі ел жерде. Осы жатқан адамның өзінің қол өлшемі сәйкес келуі керек. Бұл екінші бел омыртқаны қалай табамыз десеңіздер, мықын, артқан мықынымыз белдің 4-ші омыртқасына сәйкес тұрады, тұспа-тұс тұрады, қайтып содан 3-ші бел омыртқа, 2-ші бел омыртқа деп, осы 2-ші бел омыртқаны осындай мөлшерлеп осылай табасыздар. Қайтып осының екі жанына қарай екі ел жердегі нүктеміз осы бүйрек нүктесі. Бұны әдетте сағат тілі бағыты бойынша 3-5 минут басып уқалайсыздар. Өз-өзіңізге жасаған жағдайда, яғни мына кіндігіңіздің тұсын табасыз, айланып келіп, осы орынға келіп, міне екі жұдырығыңызды жұдырықтап, осылай уқалап, жоғарыдан төменге қарай осылай 3-5 минут басып уқаласаңыз да болады. Екінші бүйректі жақсы қуаттайтын нүкте ол табанда 2-3-ші бақай аралығы мен өкшені тұтастырған сызықтың жоғарғы үштен бірінде, яғни табандағы осы жерде шұңқырлық орында. Екі аяқтағы осы нүктені сағат тілі бағыты бойынша 3-5 минут басып уқалайсыздар. Үшінші нүктеміз ішкі қызыласық пен тірсектің ортасындағы нүкте. Екі аяқтағы осы нүктені сағат тілі бағыты бойынша 3-5 минут басып уқалаймыз.